Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте қолжетімді әрі дәмді цезарь салатын дайындайтын боламыз. Өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге тауық еті қажет. Осылай сүйексіз алған өте жақсы. Арасын осы видеода көрсетілгендей ашып тура аласыздар. Содан соң өзіңізге ұнаған приправа қолдансаңыздар болады. Және де қара бұрыш, кішкене тәтті қызыл бұрыш қосамыз. Барлық шетіне осылай бірдей ет сеуіп шығатын боламыз. Қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Алдын ала суға пісіріп алсаңыздар да болады. Енді бізге осындай кез келген нанды қолданасыздар. Батон немесе булканың осылай өзіңізге ұнаған формада турап аласыздар. Осылай турап алдық. Енді қызып тұрған пеште 15-20 минут қызартып пісіріп аламыз. Әдемі қытырлық болып шығады. Енді бізге помидор қажет. Черри, майда помидор қолдансаңыздар да болады. Осылай барлығын біркелкі етіп турап аламыз. Және де бізге айсберг капуста қажет. Барлығын осылай ашып, барлығын жақсылап жуып тазалап аламыз. Енді видеода көрсетілгендей турап шығатын боламыз. Жегенге ыңғайлы етіп. Және де бізге жұмыртқа қажет. Осылай әдемілеп барлығын біркелкі етіп турап аламыз. Майда бөденен жұмыртқасын қолдансаңыздар да болады. Енді айсберг капустамызға чесногымызды теркадан өткізіп қосатын боламыз. Және де майонез. Арнайы цезарьге арналған майонездер бар магазинде. Сондай алып қолдансаңыздар да дәмі ерекше болып шығады. Майонез көбірек қосқан дұрыс. Және де кішкене тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығын дәміне қарай қоса бересіздер. Осылай барлығын араластырып дайындап алдық. Енді сухаріміз осылай әдемі болып шықты. Тауық еті де пісті. Осылай қызартып, толықтай пісіріп аласыздар. Және де сыр, жұмыртқа, помидор қажет. Осындай кішкене бір тарелкеге барлығынан осылай сәндеуге алып қаласыздар әдемі жерлерін. Қалған осылай барлығын бір ыдысқа араластыратын боламыз. Сухари, тауық етін саламыз. Және де помидорымызды саламыз. Жұмыртқаны салсаңыздар да, салмасаңыздар да болады араластыруға. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тағы да майонезді дәміне қарай көресіздер. Құрғақ болып қалмауы қажет салат. Осылай барлық шетіне жақсылап араластырып аламыз. Мен кішкене майонез қостым тағы да. Біздің салатымыз дайын, өте керемет, дәмді болып шықты. Ешқандай кафедегіден кем болған жоқ. Осылай қонақтарға ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алда жаңа жылға арнап, күнде жаңа рецептер, жаңа салаттардың түрлерін шығаратын боламын. Қандай салат күтесіздер, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Енді осылай тарелкамызға барлығына бірдей етіп салып шығатын боламыз. Арасына кішкене ғана майонезді құйып шықсаңыздар болады. Мен бірақ қоспадым. Енді барлығын осылай сәндеп шығатын боламыз. Тауық етін, помидор, жұмыртқа, сухариларымыз шетіне көрінетіндей қылып әдемі етіп қойып, сәндеу өз еркілеріңізде. Осылай барлығына қойып шығатын боламыз. Енді бетіне сыр себетін боламыз. Бұдан да майда етіп өткізгіштен өткізсеңіздер болады. Өте әдемі көрінеді. Сырды барлық шетіне сеуіп шықсаңыздар. Осымен біздің салатымыз дайын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма әлде тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Өте әдемі болып шықты. Баршаларыңызға ас болсын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.